бір дәрігер кісі айтады. Ұзағырақ бір жасы үлкен бір жеңгеміз бар еді. Намазхан, жақсы кісі еді. Қатты қысылып, алдыма жедел жәрдем алып келді дейді. Алдыма келем дегенше жүрегі тоқтады. Содан жалма-жан арнайы бөлмеге алып кіріп, доқпенен жүрегін өзіне келтіруге әрекет жасап жатырмыз. Жан жоқ дейді. Ақыры бір кездерде жүрек соқты. Жүрек соғу солақ екен, көзін ашты да: Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадыр Расулулла деп көзін жұмып, жүрегі тоқтады дейді. Ең соңғы сөзі осы сөз болды. Қайырлы сөз. Бұған көп адам жете алмайды. Пайғамбарымыз бір хадисінде айтады: Алланы танымаған, дүниеде мен таныдым ғой деп бірақ күнәменен араласып басын көтере алмай жүрген адам өмірден өтер шағында қиналады дейді. Қатты қысылып, қиналып жан тапсырады. Қал қабірге барғанда одан екі періште кеп сұрайды дейді: Раббым кім деп. Сонда әлгі адам: Мына дүниеде айтып жүрдім ғой, айтайыншы деп тілі келмейді дейді. Өйткені бұл дүниеде ол кісі жүрегінен айтқан емес ол сөзді. Сонда қараңызшы, әлгі дәрігер кісі айтады: Адам өмірден озып жатыр, қаншауын көрдік. Өкпесі сырылдап келіп жан тапсырады. Бірақ мынадай уақиға менің жүрегімді сілкінтіп кетті. Содан ағамызға бардым дейді, үйіне. Ағамызға барып, жеңгем қандай еді деп көңіл айтып сұрадым дейді қал жағдайын. Сөйтсем, жақсы еді, о кісі намазхан еді. Бірақ бір керемет ісі бар еді оның. 30 жылдың үстінде уақыт өтті. Түнгі намазын ешқашан тастаған емес депті. 30 жыл. Түнгі намазын бір түнде тастаған емес депті. Жүрегі үзіліп кетті о кісінің бірінші. Айта алмай кетті калиманы. Бірақ Алла Құдай себеп қылып, бір сәтке жанын қайтарып, өзінің калимасын айтқыздырды. Қандай бақыт десеңізші.